Сәлеметсіздер ме оқушылар? 8-ші сынып қазақ тілі пәні бойынша 2-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Бөліміміздің атауы кәсіп пен еңбек болашақ мамандықтары деп аталады. Оқу мақсаты перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпараттарды таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау. Бағалау критерийі: білім алушы сұрақтарға мәтін ақпаратты бойынша жауап береді, көтерілген мәселе бойынша ой қорытады. Орындау уақыты 15-20 минут. Тапсырманы мұқият тыңдайық. Бірінші, мәтінді мұқият тыңдаңыз және сұрақтарға жауап беріңіз. Сұрақтар: неге түлектер қажетті кәсіп түрлерінен хабарсыз? Бұл проблема қалай шешімін таппақ? Салтанат неліктен бос жүр? Неге жоғары оқу орнын бітірген жастардың жұмыс жасауға ниеті жоқ? Енді мәтінді мұқият тыңдап алайық. Сосын аталған сұрақтарға жауап бересіздер. Мектеп түлектеріне мамандық таңдауда бағыт-бағдар беретін нұсқаулық Қазақстанда жоқ. Сол себептен жастар бүгінде қандай мамандықтың сұранысқа ие екенінен бейхабар. Олар жыл сайын қай мамандықтың қажетсіз деп танылғанын, жойылып кеткенін, заман талабына сай қандай жаңа мамандықтардың пайда болып жатқанын білмейді деуге болады. Енді бұл мәселе шешіледі. Алдағы 5 жылда сұранысқа ие болатын жаңа 100 мамандық жайлы энциклопедия жарық көреді. Салтанат 1 жылдан бері мамандығы бойынша жұмыс таба алмай жүр. Ол жоғарғы оқу орнын биология пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша тамамдаған. Өзім таңдадым. Мамандығымды жақсы көремін. Бірақ болашақта сұранысқа ие бола ма, жоқ па, оны ойламаппын. Ауыл мектебін бітіргендіктен шығар, көп мамандық түрлері барын білмеппін. Оқуды бітірген кезде мамандығыма сай тез жұмыс табамын деп ойлағанмын. Бірақ міне, бір жыл болды. Әлі жұмыссызбын. Түйіндемемді арқалап қанша жерге бардым. Мектептерде бұл пән бойынша орын толық, сағат жоқ деп шығарып салады. Енді басқа саладан жұмыс іздестіруді ойлап отырмын, дейді Салтанат. Қазақстанда жоғары оқу орындарына таңдау көп. Алайда жас түлектердің көпшілігі тегін оқу деп жаны қалайтын мамандық бойынша оқуға түспейді. Қалаған мамандығын меңгермеген соң, қолында дипломы болғанымен жұмыс істеуге құлқы болмайды. Ұрпақ тағдыры білім. Қозғалысының жетекшісі Ерсайынның есебінше, мектеп бітірушілердің 20-30% ғана мамандықты дұрыс таңдайды. Тағы бір үлкен проблема: қолына диплом алғандардың 90% өз мамандығына сай жұмыс таба алмайды. Қазақстанда мамандарға талдау жасалмайды. Ал түлектер тек грантқа ие болуды ойлайды. Ол мамандыққа сұраныс бар ма, бітірген соң жұмыс таба ала ма, соны ойламайды. Мектептерде кәсіптік бағдар беру жағы қарастырылмағандықтан, оқушылардың қолында мамандықтар туралы ақпарат жоқ. Арнайы зерттеу жүргізбедік. Бірақ жылда жоғарғы білім алған жастардың 10-20% ғана өз мамандығымен жұмысқа тұратыны шындық. Қалған ақша табу үшін құрылысқа, күзетке орналасады, дейді Ерсайын. Мәтінді оқып болдық оқушылар. Енді осы мәтін бойынша 4 сұраққа жауап беріңіздер. Жазбаша. 2-ші тапсырма. Ерсайынның пікірінше, оқу бітірген жастардың көп бөлігін өз мамандығы бойынша еңбек етпеуінің себебі неде? 4 сөйлеммен өз ойыңызды тұжырымдаңыз. Менің ойымша, себебі, оған дәлелім, қорытындылай келе. Яғни 3 нүкте, ары қарай ойды жалғастырамыз. Бағалау критерийі. Сұрақтарға жауап беру. 4 сұраққа 4 жауап, 1 балдан 4 бал. 2-ші тапсырма. Сұраққа қатысты өз пікірін білдіреді, 1 бал. Пікірлерінің себебін түсіндіреді, 1 бал. Дәлел келтіреді, 1 бал. Ойды қорытындылайды, 1 бал. Жалпы 8 бал.